Өзің неге әлеуметтік желіде белсенді емессің? Өлең жаза бастадым. Жаны нәзік адамға саяси журналистикада жүрген негізі қиын. Өзіңді бір керексіз болып қалғандай сезінбейсің бе? Менің хабардан кетуімнің бір себебі де сол болды. Мүлдем мүмкін емес болып қалды ғой текст жазу деген. Тек мақтау. Қазақтардың жүрегі ауырып отырады сол мәселеге. Мен керісінше, мен пышақтың жүзімен жүргенді жақсы көремін. Солай ма? Мамандығыңды, кәсібіңді жақсы көруің керек. Амансыздар ма? Қайырлы күн, қымбатты оқырмандарым, көрермендерім. My Prime Time арнасы өздеріңізбен бірге. Менің есімім Дана Нұржігіт. Лайк басып, комментарий жазуға дайындалыңыздар. Менің қонағым, менің өте сыйлайтын досым, жақын досым, керемет журналист, сараптамалық бағдарламалардың авторы Жайна Сламбек. Жайна, қош келдің. Рахмет. Енді менің үйім осы. Телевизияда жоқпын, бірақ My Prime Time деп өзімнің Prime Time'ды жарқын кезеңімді осы жерден таптым. Тамаша. Өзіңді қонақ етіп шақырып отырғаныма мен өте бақыттымын. Бір-бірімізді 30 жыл білсек те, кейбір қырымызды мүмкін білмейтін де шығармыз, кім біледі. Жайна жайлы сөз қозғалған жерде жұрттың бәрі ең бірінші тақылдаған тілін-ай дейді. Бұл тіл кімнің тәрбиесі, қандай топырақтың тілі? Рахмет, Дана. Өзіңнің жекеменшік кеңістігіне қонақ қылып шақырғаныңа. Менің туған жерім Сырбойы. Ол Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Қуаңдария ауылы. Сол жерде дүниеге келгенмін. 11 жылдық мектепті сол жерде тәмамдағанмын. Әкем Сламбек, анам Раушан. 8 бала дүниеге әкелген. Бір ұл, 7 қыз. Жаңа ұл бала менен кейін дүниеге келген. Мен Майгөтен болып өскенмін. Менен кейін 6 жылдан кейін Әбдімәлік. Негізі Майгөтен болғанның өзінің бір плюстары бар. Сондай бір классикалық үлгідегі отбасы ғой. Таза қазақы жер, ауыл. Бірақ дегенмен сол менен кейін артымнан жаңағы ат ұстар ергеннен кейін бекен, мені басқа балаларға қарағанда еркелетіп өсірген сияқты. Басқа балаларға берілмеген бір еркіндік берілген сияқты. Соның менің жалпы адам болып қалыптасуыма ықпалы болған сияқты. Оны мен бірақ дәл сол кезде әрине ұққан жоқпын. Бірақ жүрегім түбінде сезетінмін. Өйткені үйдің үлкен қыздары неге осы қызды бөлек жақсы көресің деген сөзді айтатын. Ерекше. Мамам болса іштеңе демейді, күле беретін. Сосын оңашада саршымшығым деп бір ерекше құшақтап сүйетін. Солар есіме түсіп кетеді. Жалпы тілге келсек, жаңада айтып отырмын ғой, Дана, өзің де білесің, біздің жақта барлығы қазақша, қазақы орта, оның үстіне ауыл, және бізде кітап оқу культі болды үйімізде. Оны өзім бірнеше рет жаздым да, біз мысалға анамыздың кітап алып келе жатқанынан айлық алғанын білетіміз. Өйткені сол күні ол бөлек сол кеңес кезінде бір мынандай сөмкелер болушы еді ғой, азық-түлік салатын. Соны толтырып өзінің жаңағы жұмыс сөмкесі, мұғалім ғой. Солар толтырып кітап алып келататын. Соны білесің, сол күні, яғни мамамдар айлық алды деген сөз. Сосын үйде солай жарысып оқитынбыз кітапты. Одан бөлек біздің үйде бір тұлғалар болды. Әкем ерекше атап айтып отыратын. Ол және менде арман болатын. Мен соларды көрсем тірілей деп, тірі. Ол әрине арманыма жеткен жоқпын. Тек Қадыр Мырзалиевті көрдім. Кейін студент кезінде бір кеші болды творчестволық, сол кезде барып қолтаңбасын алғанмын. Солай. Сон Бауыржан Момышұлы біздің үйде жаңағы әкем бір тамсанып айтып отыратын адам болды. Сосын Қадыр Мырзалиевті ерекше айтып отыратын. Бауыржан Момышұлын
соншалықты құрметтейтіні, мынандай сәтте мынандай жасаған, былай деп жауап берген деген әңгімелер айтып отыратын. Сосын кейін сол кездерде бір дөп тізе қалды, Зейнеп апаның Шуақты күндер деген кітап шықты. Сол кітапты біздің үйдегі балалар бірнеше реттен оқып шыққан шығармыз. Мен қазір білмеймін, бірақ жаттап алған сияқты өзім солай көрінетін. Сондай Шара Жиенқұлова, мысалы Шара Жиенқұлованың шыны керек ол кезде көп адамдар қатты білмейтін де, бірақ біздің үйімізде жиі айтылатын адамдардың біреуі сол Шара Жиенқұлова болатын. Мен жастанып оқитын кітап Өнерім өмірім болатын. Сол кезде сол кітап шықты, есімде Шарбану Құмарова құрастырған. Соны ойлап кетем. Анау тұнып тұрған кино, соның алып бір кино түсірсе ғой шіркін деп ойлайсың. Ол былай қарасаңыз өмірбаяндық кітап болған, бірақ сол кезеңді соншалықты сипаттаған, тіпті енді жазалмағанда дүниелары бар. Мысалы репрессияны жазалмады, аштықты, бірақ сен анандағы оқиғалардан ұғасың. Аштық болған кез екенін, репрессия басталған кез екенін. Содан шығар. Сосын бір қоса кететінім, кісілер даусыңды қалай қойдың деген әңгіме айтады, бірақ мен ол сұрақты шынымды айтсам, өтірік бәлсініп отырған жоқпын, түсінбеймін де. Мен даусымды қойған адам емеспін. Ол дауыс қоюды телевидениеде істесем де білмейді екенмін. Бұл Құдайдың берген дауысы болды. Сосын Жайнаның жазу стилі де, оқу мәнері де, содан кейін соңындағы қоятын нүктесі де шынымен де ерекшеленіп тұратын. Жалпы менің өзімнің ұстаным, саған да сол, менің ойымша сенің бойыңда да бар ол. Бұл қара көбейтетін мамандық емес. Бұл жерге келіп, сенің қолтаңбаң болу керек, сенің ізің болу керек, сенің басқадан ерекшеленіп тұратын дүниелерің болу керек. Оның барлығы Жайна өзіңнің бойыңда бар. Рахмет, Ана. Жаңа айтып қалдың, 8 баланың ішінде мені әке-шешем ерекше жақсы көрді деп. Әкеңнің жатқан жері жайлы болсын. Бізде қасыңда болдық сол кезде. Әкеңнің асында Елена Абдықалықова, ол да Сыр өңірінің Беткүстар қызы. Сонда айтқан еді, Сламбектің үйінде, Сламбектің айтқаны деп сенің әкеңді айтып отырған сол аста. Сол сенің тіке айтатын мінезің, өзіңнің ұстанымыңа беріктігің, досқа достай, жауға жаудай қарайтын мінезің сол кісіден дарыды ма? Солай ойлаймын. Біріншіден әкемнің мінезі болу керек көп ретте. Бірақ менің анам да бір бүгежектеп жүретін адам емес. Ол да тіке айтады, ол да ешқашан бүгіп қалмайды ойын. Негізі екеу екі түрлі деп те айта алмайсың. Сол жаңағы өз пікірін ашық айтатындықтары, еркіндіктері негіз бір-біріне ұқсайды да. Жалпы бірақ өзімнің кейбір дүниелерге байланысты мына принциптерімді бүйтіп таразылап қарасам, әйтсе дағы сол әкемнің болмысына көбірек келетін сияқты көрінеді өзіме. Қандай еркеліктеріңді көтерді әкең? Ерекше бала болса. Ұрыспайтын. Жалпы ол үйде ұрыспайтын. Үйде енді кілең қыздар өстік қой, ондай бір боқтық сөз, ұру ондай болған емес. Бірақ қас-қабағына қарап өстік. Мысалға, енді ол барлық семьяда болды ғой сол кезде, отбасыда. Мысалы, әкеміз келмей тамақ бастамаймыз, күтіп тұрамыз терезеден қарап, қашан анау көше мұржынан бұрылатынына дейін, айтқан тапсырмаларын орындаймыз. Мысалға, кейде енді баламыз ғой, ойнап кетеміз. Енді біздің жақта шыны керек құрғақшылық қой, су тапшы. Бірақ соған қарамай әкем үй жақта гүл жайнатып қоятын. Бір уақытқа дейін белгілі біздің көшеде жалғыз біздің үйде ағаш өсетін. Соны кісілер талы бар үй деп айтатын. Кейін әрине басқаларда еге бастады, жалпы айтып жатқаным ғой. Үй жақтың барлығына талы егіп тастаған, сосын сол судың тапшылығына қарамай жерге қыстай көң төккізіп, ана құнарландырып қояды да, соны көктемде бақша етін. Соны талабы біз соны уақытында суғаруымыз керек. Енді ойын баласы болғандықтан бекен әйтеуір бір айналып кетеміз ғой. Содан әкем ферма аралап келетін кезде
жаңағы жерде ойбай папам келеді қазір деп жанталасып жүгіреміз жаңағы. Айтқанын орындап. Иә, ана бақшаны суарып деген сияқты жоңышқаға дейін суарып қою керек. Сосын не, өзі сондай бір табиғатты жақсы көрді. Сосын тіпті бар ғой, жабайы қаздың жұмыртқасын алып келіп, үйде оны бастырып, соны өсіріп жүретін. Сосын олар ұшып кетпесін деп қанаттарын қиятын. Бір күні маған айтады, алып кел ана қазды дейді. Олар жабайы ғой, түстейді. Сосын қимақшы қанатын. Сосын мен тұрып қорқам дедім. Сөйтем былай қаратта, қорқам деген не деп сөйтті. Сосын мен бардым да, жалп етіп ана қаздың үстіне құлай салдым. Өйткені былай ұстауға қорқып тұрмын шынымен де. Сосын анау тыпырлап қалды, сосын ұстап әкелдім. Еркелетті дегенім, бірақ кейін бәрін үйрендім, бірақ мысалға маған сиыр сауғызбайтын. Мен барып сауып көрдім, бірақ соған бір икемім келмеді. Сосын жаңағыдай үйдің үлкен қыздары айтады ғой, бізде солай болдық, бірақ үйреніп кеттік десе, мамам тағы да бүйтіп күліп тұратын. Жаңағыда жоқ, неге саумайсың, сауасың деген мысалға әңгіме айтылған жоқ маған. Сосын үйде мысалы үлкен қыздарды, енді қазір біз тіпті соны әдейі де бір жағы бешір деп айтатын болдық қой, қазақшалап, иә. Үйдің үлкен қыздары мысалға сондай бешірлерге жібермегенде, а мені жіберетін. Бірақ айтатын, сағат 10-да үйде болатын болды деп. Мен ішімнен ойлап тұрам, ол 10-да зорға басталады, 10 болып қалғанда қалай деп. Сосын жаңағы жаздың күндері киіз үйде жатамыз ғой, үйдің қасындағы. Сосын бүйтіп аяқ киімді шешіп алып дарбазаның қасынан, анау тәпішкемнің жерге тиген дыбысы естілмесін, нешеде келгенін білмесін деп. Сосын ұстап алып тәпішкемді жаймен келем. Сосын киіз үйдің қасында мынадай ағаш өсіп тұрады, жан-жағын былай таспен қоршаған. Сол тастың үстіне шығып, құмаммен аяғымды су құйып, жаңағы шаң ғой, жаймен бүйтіп кіріп, мысық аяғыммен бүйтіп өтіп бара жатсам, мамам дейтін. Біліп атырым нешеде келгеніңді деген ишара ғой. Жалпы ол енді жаңа бір жағы қалжың араластырып айттым ғой, май көтем болғаным үшін деп. Негізі басты себебі ол емес шығар. Басты себебі мен 3-ші сыныптан бастап өлең жаза бастадым. Соған әкем қатты риза болды. Өйткені мен әкемнің өлең жазатын қасиеті бар. Кәдімгідей поэзия деп айтуға келмес дегенмен өлең жазады. Сосын кейін бір сәттерде болатын, былай шалқасынан түсіп алады да, домбыраны қолына алып, бүйтіп шертіп бір термелерді айтып жатады. Қатты емес, кәдімгідей бар даусымен емес, өзі ғана еститін. Соны ойлаймын да, біз қазір мысалға депрессия дейміз, стресс дейміз, иә, мысалға. Сондай сәттерде мүмкін өзіне бір жанына жалау іздеп сондай домбыра шерткен сияқты. Енді домбыранда былай бір кістей тартатын, күнделік жазатын. Сол айтайын дегенім, жаңағы менің өлең жазатынымды көріп қуанып кетті ол. Сөйтіп маған бір ерекше бір махаббатпен қарай бастаған сияқты. Оны ешқашан бірақ мені жаңағыдай жаным, күнім деп құшақтап сүйді, ондай жоқ қой, иә. Ол өзінің көзқарасынан, мені бақылап қарап тұратыннан, бешірге жіберетінен, сондайдан білінетін. Ата-ана жалпы бала туралы бәрін біледі ғой. Иә, негізі. Иә, бәрін біледі ғой. Көрерменге айтқым келіп отыр. Эфирде енді атойлап болмаса да өте бір ерекше жігермен, өжеттілігімен, қайсарлығымен келетін Жайнаны мен қазір мүлде бір лирикалық кейіпкер ұқсап көріп отырмын сені. Өйткені екеуміздің таныстығымыз сонау 1996 жылы хабар редакциясында басталды ғой. Енді жыл 30 жыл болады. Енді жыл 30 жыл айтып отырмын ғой. Соны бізге атап өту керек. Осы жерде айтылған серт болсын. Иә. Сонда мен Жайна көз алдымда екі беті қып-қызыл, сары, көзі шегірлеу қыз, екі бұрымы алдына түскен, ерні боялмаған, кәдімгі шие ерін табиғи. Сонда
маған бір қазір есіме түсіп отырған жоқ, бірақ өте бір өктем жауап бергенің есімде. Қызыл дипломмен Казгудан арнайы. Жоқ, қызыл диплом алған жоқ. Жоқ? Оның бір историясы бар, хикаясы бар, Иә. Сонда бір мен айтқам, мына қыз жарып шығады бір күні деп. Ол расында да солай болды. Қазір табиғаты бөлек. Кішкене кісілер түсінбей қалатын, неге дөрекі сөйлейсің деп. Бірақ біздің жақта кісілер солай сөйлейді. Өзің білесің ғой. Бір түрлі бір ұрысып тұрған сияқты, Қазірге дейін біреулер бүйтіп қарайды да. Мен енді әрине қазір сәл басылдым ғой десе. Басқашалау шығар, бірақ ол шын мәнінде. Шай құйып берейін, басылып отыр. Жарайды. Осы журналистика факультетін мен бітірмегеннен кейін, бірақ журналистердің өзінен естеймін, 40 адам ақын болып кіреді. Соның біреуі көп болса ақын болып қалады да, қалғандары журналистикаға кетеді. Ол негізі бар сөз. 100 бала қабылданды ғой, 100 бала қабылданады. Мысалы 50 бала қазақ бөліміне, 50 бала орыс бөліміне деген сияқты. Сол айтқан, жаңа 49 ақын бір журналист тапсырады. Бітірген кезде керісінше. Бір ақын 49 журналист шығады деп. Менде де солай болды, Мен де өзімнің ақын емес екенімді бірден түсіндім. Ақын көңіл болғанмын ғой. Ақын жанды адам болғанмын. Ал қазір сол ақын жанды қызды мынау саяси журналистикада жүрсің, сараптама журналистикада жүрсің. Ақпарат айдында күні түні 24/7 жүрген адам, шаршамайсың ба? Анау ақын жандылығыңды басып жаншып таптап тастаған жоқсың ба? Бұл негізі күрделі сұрақ, Дана. Өйткені мен өзіме соңғы уақытта сол сұрақты қоямын. Жаны нәзік адамға саяси журналистикада жүрген негізі қиын. Саясатта жүр ғой біздің кейбір журналистер. Ол тіпті қиын. Өзім де барып келдім. Өзім де көрдің. Мамандығын жақсы көретін адам жүрегі нәзіктігіне қарамай, сол мамандықтың шыңына қарай өрмелей береді. Ол адамға жүрегіне қанша салмақ түссе де, әрі қарай талмай, тынбай, шаршамай жұмыс істей береді. Мендегі құштарлық алып келе жатқан сол шығар. Сосын бірақ ортасында бір нәрселер бар, құтқаратын. Ол мысалға өзіңде де, мысалға Алтай. Ұлың. Ұлым. Өзің сияқты құрбыларым сөйлесіп, әңгімелесіп, шер тарқататын андасында. Көру қабілетім өкінішке қарай нашарлап кетті. Соған сәйкес мен басында бір түрлі болдым, бірақ кейін қазір қатты ұнайды, мен аудио кітап тыңдауға көштім. Мысалға, мені құтқаратын дүниенің бірі сол. Аудио кітап. Аудио кітаптан мен өте жақсы ләззат алам, және өзіңде де бар шығар. Бұрын студент кезде оқыған, жоғары сыныпта оқып жүрген кездегі классикалық шығармаларды мен қазір қайтадан тыңдап жүрмін. Сол шығармалар мүлдем басқаша қырынан ашылып жатыр. Бұрын шыны керек көп түсінбеген емес, түйсінбеген екем. Қазір сол түйсіну процесі, соған сәйкес ләззат алу, сол мысалы сондай дүние құтқарады. Сосын кинода да мен белгілі бір жанр, белгілі бір дәуір демеймін. Өзімнің миыма сәйкес бір ұнайтын дүниелер болады ғой, соған сәйкес көремін. Кино көргеннен сондай бір ләззат аламын. Сосын жаңағы аудио кітап бар, балам бар, құрбыларым бар. Сол дүниелер құтқарады. Мысалға, анамның амандығын ойлайсың, бір сәтте бауырларыңмен сөйлесесің. Тіршіліктің бір дүниелері бар, дүнияви нәрселер. Сол дүниелер бар, сосын ары қарай жылжи бересің. Жайна, қазіргі мынау әлеуметтік желінің дамығаны, енді телевизия кенжеледі деп айта алмаймын, дегенмен бар ғой, ол құбылыс ретінде, жанр ретінде бар. Бірақ мынау блогерлермен жарысып жатқан заманда
кезінде мысалы жазушылар ренжіді ғой, журналистер біздің орнымызды басты, билетристиканың орнына публицистика келді деп. Қазір біз тағы бір жаңа кезеңді басымыздан өткеріп жатырмыз, иә. Журналистика емес, енді блогерлік. Осының ара жігін біріншіден ажыратып берсең, сенің түсінігіңде. Және осыны көріп отырып, кейде мынау журналистік принциптердің көзіңе ұрып тұрады ғой, енді принциптері сақталмаған кезде өзіңді бір тапталып қалғандай, керексіз болып қалғандай сезінбейсің бе? Бұл өте сондай актуалды сұрақ, және бұл майдан әрі қарай қыза түседі. Өйткені әлеуметтік желілер дамыған кезде біз әлеуметтік медиа пайда болды. Ол әрі қарай дамыған үстіне дами береді. Біз оны ешқандай жоққа шығара алмаймыз. Ол мүмкін де емес, ол босқа уақыт құрту туралы әңгіме айтты. Ол солай дами береді. Оның белгілі бір деңгейде рас, ол сөзіңе де қосыламын. Дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарын одан әрі қарай күресінге қарай итеріп бара жатқан рас. Ығыстырады. Ығыстырып. Оның ішінде қазір телевидение де бар. Мысалға өзімізде енді саналы адамбыз ғой, былай қарап отырсаң, әсіресе қалалықтар көп жағдайда белгілі бір мысалы жұмыс істеп жүрген адамдар, орта жастың адамдар деп айтайық, 20 жастан бастап, енді оған дейінгілер ол түсінікті, теледидар көре қоймайды ау. Өйткені расменде қолында бар жаңалық тұр, керек дүниесі тұр, жаңалығы да тұр, сараптамасы да тұр, YouTube'да бүкіл көргің келген контенттің бәрі бар, деректі фильмнен бастап, ойын-сауық бағдарламалары, музыкалық шығармалар, концерттер барлығы тұр. Сен қалай ол адамға? Ол адам барып белгілі бір уақытта ол дүниені көретін, оның уақыты да жоқ, былай қарасаңыз, ыңғайсыз ол. Ол бір жағы, ол солай дамыған үстіне дами береді. Екінші жағынан, өзің айтып отырған дүниеңді мен түсініп тұрмын, бұл мына бізде өкінішке қарай, ол да бір процесс бір жағынан дана. Ол да қалады. Мына бір нәрсені көріп ап, соны өсек құсап айта салу, бір жақты бере салу, түбіне дейін өңілмей шыққан дүниені сол күйі ұсына салу деген дүниелер, мысалға. Тіпті мына пресс-релиздер өзгермейді ғой қазір. Өтірік дүние айта салу тіпті, сосын мәселенің жаңағыда айтып отқанда екінші, үшінші жағын бермеу, жалпы хабарлай салу және өзінің субъективті пікірін сол күйі таңа салу. Сондай бізде бір процесс болған. Жауапсыздық қой енді бұл. Жауапкершіліктің жоқтығы. Ол әлі де әрине бар. Ол тіптен өте бір жаман формалар шықты. Бопсалау, мысалға, бір нәрсені түсіріп, проблемасын, егер сен маған ақша бермесең, мен онысыны көрсетем деген жиіркенішті әрекеттерге дейін бар. Әлі күнге дейін бар. Сот болып жатады тіптен. Мысалға, сен өзің де қазір YouTube-қа келдің. Сол сияқты, өзің сияқты профессионал журналистер осы әлеуметтік желіге келіп жатыр біртіндеп. Енді біз қалағандай мүмкін көп емес шығар. Мысалы, менің өзімнің де былтыр бір бастап көрдім, бірақ соны әрі қарай жалғастырмай отырмын, оның бір себептері бар, Жалпы, солай профессионал журналистер келген сайын, жаңағыдай субъективті пікірін беріп, соны тықпалап, жалған ақпарат бере салатын, анық-қанығын анықтамайтындар ақырында ол ысырыла береді деп ойлаймын. Уақытымен келеді дейсің ғой. Ол процесс, оған уақыт керек деп ойлаймын. Профессионалдар келген кезде жаңағыдай журналист сымақтар өзінен өзі ысырылып кетеді. Және өзің байқасаң, қазір қоғамның да сұранысы мынандай екен деп қоя салмайды. Ол неге олай болды? Қалай болды? Оның астарында не жатыр деген сұрақтар тұрады. Жаңағы бергенді қарпып асай салатын адамдар емес, адамдардың жалпы қоғамның санасы өте жоғары өскен. Бірақ дегенмен жайна ойын-сауықтық бағдарлама трэш жанрында жасаған дүние, трэш деген қоқыс ағылшыннан аударғанда, сондай бағдарламалардың дегенмен бәсі жоғары. Екеуміздің әңгімеміз сияқты, енді бізді көреді деп үміттенем.
комментарийлер көп болады деп үміттенемін. Мысалға, екеуміз өте сыйлайтын, құрметтейтін әріптесіміз Дархан Әбдіктің бағдарламалары түн жарымда көрсетілетін, я болмаса оның қаралымы онша көп болмайтын. Бірақ қоғамның белгілі бір стратасы Дархан Әбдікті қазақтың интеллектуалы деп сыйлайды. Эфирден күтеді, айтқан сөзін кәдімгідей құлақ түріп, цитаталар көп келтіреді Дарханнан. Дегенмен жаңағыдай жанрдағы дүниелердің бәсі жоғары болып тұр. Осылай қала бере ме? Әлде өзің айтқан сараптай білетін сана, қоғам басқаша бұрыла ма? Жалпы мен былай ойлаймын. Бұның проценттік қарым-қатынасы сонша үлкейіп кетеді деп ойламаймын. Ол менің ойымша барлық жерде сондай, әлемнің барлық жерінде. Негізінен масса, мысалы жұмыс істеп келеді, кешке келіп үйге сараптамалық дүние көріп отырғысы келмейді, миын шаршатқысы келмейді, миын керісінше демалдырғысы келеді да, мүмкін содан да жаңағыдай өсек тыңдағысы ойын сауық, кішкене жеңілдеу дүние көргісі келеді шығар. Жалпы бізде бір жаман жері мына әлеуметті зерттеу деген жоқ. Сол жайна мен осыған қарным ашады. Ол тек мына экономикаға айтылып жатады. Мынандай экономикалық зерттеулер жүргізілді деп бар бізде негізі институттар. Бірақ шын керек, мен солардың бір сапалы дүниелерін көрмеймін. Кей кезде там АЭС-ке байланысты адамдардың көңіл күйі мынандай, немесе тағы бір біз білеміз ғой. Жылт етіп бір шығады да жоқ. Саяси астары бар, бояуы бар дейікші, сондай бір зерттеулерді шығарады. Жалпы мына біздің әлеуметті зерттеу мәселесі, қараңыз, былай деп айтамыз, қоғамда біз масылдыққа жол бермеуіміз керек. Жақсы, ол дұрыс. Аяқ қолы бүтін адам жұмыс істеу керек. Бірақ шын мәнінде мүмкіндігі шектеулі, баласы көп балалы дейміз, тек үйдегі отағасы ғана жұмыс істейтін отбасылардың нақты саны, сосын оларға беріліп отыр ақша, үлкен, мысалға енді ол көп адамға берілгесін миллиардтаған ақша кетеді. Бірақ сол ақшаны алғаннан кейінгі адамдардың әрі қарай да өмір сүре алу мүмкіндігі қаншалықты шынайы, сапасы өсті ме өмірінің? Жоқ па, сол туралы зерттеулер жоқ. Сосын еңбек нарығына байланысты да. Мысалға бізде 5% ба ғана, мысалға ол адам ашық күлкісін туғызады. Біз білеміз, ондай емес. Бізде жұмыссыздардың саны көп екен. Бірақ енді адамдардың барлығы ой байлап аштан өліп жатқан жоқ, әрекетін қылып жұмыс істейді деген сөз. Былай қарасаңыз, көп ақшалар бөлінеді. Еңбекпен қамтуға бағдарламалар көп. Бірақ солардың тиімділігі бар ма, жоқ па? Нәтижесі қандай? Сосын шын мәнінде жұмыссыздықты жою үшін не істеуге болатыны сол ортаға салынбайды, талқыланбайды. Әйтеуір мынандай бүйтіп жасыл не қойып қою үшін орындалды деп. Сондай дүниелер. Соған сәйкес және де мына қоғамның жалпы көңіл күйін зерттеу, журналистикаға байланысты зерттеулер жоқ қой. Әлеуметтің өзінің шын тыныс тіршілігін зерттеу соған сәйкес бөлініп кете береді. Көпбалалы отбасыларға көмек, жұмыссыздықты жоюға байланысты көмек. Бізде арнаулы орта білімге жақсы көңіл бөлініп жатыр. Өте дұрыс. Өйткені міндетті емес шынымен де жоғары оқу орнын бітіру. Оның да мәселесі көп. Жоғары оқу орнын бізде тағы да сол диплом үшін оқиды. Көп процент ол мен жұмыс істемейді, өйткені ол жұмыс та таба алмайды, сосын оның айлығы аз дейді, сөйтіп басқа нәрсе кетіп қалады. Оның да әңгімесі көп. Мен бұл жерде айтқым келіп отқан әлеуметтің жұмыс табуына байланысты айтып отырмын да, арнаулы орта білімді күшейту туралы. Кәсіптік техникалық училищелер ғой енді бұрынғы, қазір колледждер дейміз. Олардың өзінде күнде өзгеріп жатқан технология, күнде деп айтпай-ақ қой, жиі. Соған сәйкес олардың көрнекі құралдары бар ма, материалдық техникалық базасы қандай, әлде әшейін мемлекет бөлінген ақша сол балаларды топырлатып оқып диплом беруге ғана кетіп жатыр ма? Олардың қаншасы шынымен де ертең токарь болып, слесарь болып
сантехник болып тағысын тағы комбайнер болып жұмыс істейді. Мен Қарағандыда болдым жақында. Тура осындай колледждің студенттерін көрдім. Ол колледждің тарихы 31-ші жылдан келе жатыр екен. Ол жерде енді қандай адамдар жұмыс істегенін өзің пайымдай бер. Майталмандар. Иә. Өте керемет жабдықталған, көрініп ақ тұр. Соншама көп. Енді ақшасын білмеймін, бірақ құрал жабдығы, сол жердегі оқытатын мұғалімдердің ықыласы жұмысына деген мен қатты үлкен әсермен қайттым. Өте жақсы. Иә, бар. Бірақ менің ойымша ол жаппай емес. Мен содан күдіктенемін. Білесің ғой, бізде ылғи күдік тұрады. Күдік, иә, өйткені журналист сұрақ қою керек. Айтайын дегенім, әңгіменің барлығы жаңағы сапалы, мазмұнды бағдарламалардың 20% болса да жаман болмаушы еді. Иә, аз болып қала береді. Өйткені жалпы масса үшін жұмысы болса, ертеңгі күніне алаңдамайтын, иә, баласына тамақ алып берсе, сондай бір күнделікті мәселелері шешіліп отырса, адамдар аса қатты іздемейді де. Жаңағы 19 ғасырдың мысалға жазушылары қандай кезеңге кіреді, олардың негізгі ұстанымдары не болды деген оны толғандырмайды. Ол толғандырмау да керек, былай қарасаң. Сол ішінде жалпы мынау өреге, пайымға байланысты дүниелерді ол солай қала береді. Бірақ бізде мүлдем аз сияқты көрінеді өзіме. Мүлдем аз, және бұл жерде үлгі тұтар, я болмаса жөн сөз айтатын адамдарды аз деп тұрсың ғой, ол да рас. Үлгі болатын, мынау зиялы қауымның бас көтерері деп айтатын азаматтар азайып бара жатыр. Бізде былай сияқты Дана, қазір жалпы мына қарап отырсақ, жаңада айттым ғой, қоғамда түрлі сұрақтар бар, мазмұнды сұрақтар бар. Неге ал бұл бұлай? Неге мына мәселені бұлай шеше салмайды? Шынымен де сөйтіп ойлайды. Қарапайым қарайды адам, оған кінәлай алмайсың адамды. Сондықтан да менің ойымша, мына мәдениет тану, өнер тану, кино тану саласында бізге мықты мамандар дайындау керек сияқты өзіме көрінеді. Өйткені мен осы жағынан қазақ тілінде тыңдайтын, көретін көп емес адам, мүлдем аз, жоқтың қасы. Ал мен өзімді керемет бір интеллектуал есімін деп айтпаймын, бірақ мен ылғи жаңағыдай сұрақ қойып жүретін адамдардың бірімін. Ашпын мен. Сөйтем да мен әрине орыс тіліндегі сондай дүниелер жазатын, подкаст жасайтын, шығып түсіндіретін адамдар тыңдаймын, көремін. Менің кәдімгідей жаным рахаттанып қалады. Бізде де сондай бір шамшырақтар шықса деп ойлаймын. Процестерді, қазіргі процестерді түсіндіру үшін өткен процестерге қарау керек. Оны кім талдап береді? Оны экономист талдап бермейді. Мәдениеттің бәрінен жоғары тұратын содан. Оны мәдениет танушы, оны өнер танушы, философ, оны кино танушы адамдар талдап береді. Сондай адамдар бізде мамандар жоқтың қасы сияқты. Жоқ, олар бар, Жайна. Бірақ өкінішке қарай, бүгінгі мынау әлеуметтік желіде де қаралым аз болады дейді. Мен екеуміздің әңгімеміз соншалықты қаралым жинайды деп ойламаймын. Үміттеніп те тұрған жоқпын, шын айтқанда. Бірақ сен сияқты адамдарды, ойланатын адамдарды, ой қозғайтын адамдарды шақыруымыз керек. Және тағы бір айтатыным, Жайна, менің қарным ашатыным, мына қазақ кас контент деген дүниелер бар, жиындар болады. Бірақ шын қазақ контент жасайтын мамандарды жинайтын, я болмаса соны үйрететін бір орта жоқ бізде. Менің бұл кеңістікке келіп отырғаным, маған айтады, подкаст пен интервьюдің екеуінің айырмашылығы қандай дейді. Профессионал ретінде айтарым, үлкен айырмашылық жоқ. Мен сұрақты саған телевизияда қалай қойсам, подкастта да дәл солай қоямын. Бұл мен үшін жаңалық емес. Бұл жердің бір ғана плюсы уақыт менікі. Хронометражды мен өзім өлшеймін. Ешкім менің үстімнен қарап отырған жоқ, осынша болсын деп. Енді жаңа орысша, қазақша, қазақ контент деп отырмыз ғой, есіңде ғой, біз жұмыс істеген кезде, Жайна айтпақшы, мен айта кетейін, қымбатты көрермендер, мен
көп жылдар бағдарламалар қызметінде жұмыс істедім. Сөйтіп өзім тек қана сол мәдени, публицистикалық бағдарламаларды, әлеуметтік тақырыптарды көтере білетін журналистпін деп өзімді осы шеңберден шығарған жоқпын. Содан бір күні жаңалықтар қызметіне жайна бастық болып келеді, күтпеген тосын маған ұсыныс тастайды. Жаңалықтар қызметіне келсең деп. Мен бұл қалай болады екен, мен жаңалықтарда істемегенмін, корреспондент болған жоқпын деген жермен аяғында жайнаның білмеймін көрегендігі дей ма, әлде менің бойымнан бір жаңа потенциал көрді ма, жоқ, жаңалықтарға саған келу керек. Өйткені жаңалықтар расында да информацияның қайнаған қазаны, көзі, қайнар көзі. Өкінбеймін, сол сенің ұсынысың үшін көптен көп рахмет. Бұл менің тәжірибемде болған дүние. 5 жыл жұмыс істедім мен жаңалықтарда. Сонда айтайын дегенім, біз есіңде ме, өзіміздің кешкі беретін жаңалықтарымызды жоспарлаған кезде орыс редакциясының жаңалықтарын кәдімгі майшаммен қарап, ненің неден кейін берілетіні айтылатында, ал қазақ редакциясынікі сендер орыстардан аударып алыңдар деп біз аудармашы ретінде болып отырдық қой бір кездері. Сосын көре түрегелдік. Бұл қалай? Біз неге аудармашының ақшасын алып отырмыз ба? Біз журналистпіз деген сияқты. Бірақ кейін бұл мәселе өзгерді. Қазір қалай? Қазақ тілді қоғам өсті. Демографиялық сандарға қарасақ 70% қазақ тұрамыз. Бірақ дегенмен қазақ тілді контент әлі көп емес. Әлі де орыс тілді контент параллель өмір сүреді. Біз өзімізбен өзіміз отырмыз қазақ тілді. Бірақ бірлескен қазақстандық бақ деген кезде бірлескенімізді көргем жоқ мен. Оның үстіне менің жүрегімді әлі де қарсы айыратын Украинадағы соғыс осы мәселені күрделендіріп жіберген сияқты. Бұл соғысты естігенде әлі күнге дейін күрсініп, көзіне жас іркілетін адамдар көп ретте ол қазақ журналистер деп ойлаймын. Одан кейін біз 7000 шақырымдық шекарамыз бар. Біз мынау арсыз не істеп отыр деп ашық айта алмаймыз. Ол соғысты тоқтатуға ешқандай бейіл емес екенін көріп отырмыз. Сондай кезде қазақ тілді журналистің бірақ бір ұтатын жер деп айтайыншы, сөз бен сөздің астына қыстырып, жаңбырдың арасымен жүгіріп, қатпарларына тығып, бәрібір өзінің ойлағанын айтады. Өзің сараптамалық бағдарлама жасайсың, компромиске көп баруға тура келе ма? Осы соғыс бойынша ма? Жалпы. Материал таңдағанда, талдағанда. Енді былай, компромисс дегенде, енді мысалға 1000 сұрақ бар, бейнелеп айтқанда. Бірақ ылғи ақпарат айдында жүрген кезде сен өзіңнен өзің біліп тұрасың. Ненің өзекті екенін, осы аптада нені алып шығатыныңда. Ақпараттық ілік керек деген сияқты, өзіңнен өзің бір нәрсені шығара салмайсың ғой. Күн тәртібін күнделікті біліп отырғасын, сен білесің нені шығаратының біріншіден. Екіншіден, оның қаншалықты актуалды екендігін де біліп тұрасың. Өйткені сен ұзақ жылдар осы дүниелерді оқып, біліп, эфирге шығарып жүргеннен кейін де сенде аса қатты бір қиналыс болмайды алып шыққанға. Сол кездерде енді мен ойлаймын, мен бір компромиске барып, мына тақырыпты мен шығара алмаймын деген кезім былай жоқ. Әрине, мен айтпаймын, мен 100% барлық ойлаған шығарам деп. Бірақ апта сайын мынаны шығаруым керек еді, бірақ мен оны шығара алмаймын деп отыратын кезім жоқ. Мысалға, үлкен саясаттың иірімдеріне сәйкес көп нәрсені осылай отырып лақ еткізіп айта салмай шығармын. Бірақ жаңада айттым ғой, Дана, сөз бен сөздің арасына қыстырып, жаңбырдың арасымен қатпарларына тығып беремін. Менің ойымша тіпті ол күшті сияқты. Солай болу керек. Ана адамның ойлауын одан ары қарай қозғайды. Ой қозғау. Миың жүлкелерін ары қарай
тіркендіреді. Қозғауға итермелейді. Сосын сен оны әдемілеп бейнелеп жазасың. Оны бір жазасың, екі жазасың. Ана тілі газетіне сұхбат алушы Ерлан Жүністің үкіметтің жаңа құрамы жасақталғанына міне 11 ай өтті. Меніңше бұл белгілі бір пайым жасауға жеткілікті мерзім. Министрлер кабинетінің жұмысына көңіліңіз тола ма деген сауалына? Мен мысалға текстерімнің негізгі қаңқасын жұмадан бастап жазам. Жұмада бір жазып тастаймын. Сосын сенбі күні ойланып жүремін, мына жерді былай қылдым ғой, осы жер дұрыс па, дұрыс емес па. Өйткені мен жұма күні бір тым қарапайым бірдеңені жазып жіберуім мүмкін, бір эмоциямен. Сосын оны сенбі күні қарай бастаймын. Жексенбі күні сағат 6-да бізде тракты бар, бір оқып шығамын қарап. Содан кейін кеп мен тағы редакциялап отырам ғой, 8-ге дейін. Кейбір жерлерін тіпті күшейтемін. Кейбір жерлері бір керек емес бір дүниелерді бір мұжып кеткен сияқты боламын, алып тастаймын деген сияқты. Айтқым келіп отырғаны, содан кәдімгідей ләззат аламын. Ішкі цензорың мықты ма? Цензор дегенде қалай, билікке байланысты ма? Мен керісінше, мен пышақтың жүзімен жүрген жақсы көремін. Бір нәрселерді жазған кезде осылайнан. Былай да кетпейтін, бүйтіп ортасынан өткенді ұнатамын. Солай жазуға өзім машықтанғанда сияқтымын. Өйткені біз білеміз, осыдан бір 10 шақты жыл бұрын ба, менің хабардан кетуімнің бір себебі де сол болды. Мүлдем мүмкін емес болып қалды ғой, текст жазу деген. Тек мақтау. Олай журналист болғаннан болмаған, артық былай қарасақ. Олай болса, қазіргі журналистиканың бет алысы қандай? Жалпы жаман деп айтпаймын. Шын мәнінде 2019 жылдан кейін журналистика қайтадан бетіп еңсесін көтере бастады. Қоғамның сұранысы да артты, азаматтық қоғам да жақсы дами бастады. Соған сәйкес адамдар өздерінің құқықтарына сәйкес дұрыс, орынды талаптар қоя бастады. Мысалға, кепіл берілген медициналық көмек, жарна төлеп отырғаныңа сәйкес көмектің қарын аштыратынын, жүйкені тоздыратынын да былай айта бастады адамдар. Сосын ашық сот процестері бар. Ашық сот процестері бар, тағысын тағы. Соған сәйкес журналистика еңсесін көтере бастады. Бірақ әлеуметтік желілердің дамуына байланысты дәстүрлі ақпарат құралдары ілесе алмай қалып жатқан жерлері бар. Жаңағыдай, енді біз ысырып қояйық, псевдо журналистика журналист адамдарды. Бірақ субъективті болса да пікір айтады, тез береді, Тексермейді. Тексермейтіні жаман енді, бірақ тез ақпарат тарататыны, субъективті болса да басқа пікірдің айтылатынның арқасында дәстүрлі журналистикадан озып кеткені рас. Озғанда қалай? Адамдар соларға көбірек ұмтыла бастады. Мен Динара Сатжанға берген сұхбатымда не надо кривить душой, никто же не смотрит телевидение деп айтқан. Сол кезде енді мәселе ол туралы болған жоқ біздің әңгімеміз, бірақ шын айтқанда мен өзі де телевизиядан шықты ғой Динара, мысалға. Бірақ дәл солай телевидениені жоққа шығара алмаймын мен өз басым. Жоқ, мысалға телевизор көрмесе де менің телевизорға жасаған дүниемді апта бағдарламасын адамдар YouTube'дан қарайды. Сол ғой. Яғни кәсіби журналистикаға сұраныс бар. Кәсіби, профессионалды материалдарға деп айтайық, мысалға. Сондықтан да нақ телевизордан қарамаса да YouTube'дан көріп отыр. Мынандай қып шекара бұруға болмайды да, әлеуметтік журналистика, мынау бітті деген. Мүлдем олай емес. YouTube'қа шығатын, телевидение жасалған дүниелер көріледі, көп көрілмейді шығар, бірақ көріп отыр. Профессионал журналист жасаған дүниелер бәрібір көріледі. Бірақ біз жаңа өзің айтқандай, соның қыр-сырын әбден меңгеріп, мүмкін YouTube'қа да бірден тікелей эфирде шығару керек шығар. Өзің неге әлеуметтік желіде белсенді емессің? Мен оны бір YouTube'ты жек көргенімнен емес. Instagram мысалы. Мен мына миым, біз солай тәрбиеленген шығармыз. Мен телевизиялық бағдарлама жасаймын, менің бар миым
сол жексенбі күні 20:00-де шығаратын телевизиялық бағдарламаны 57-60% көңілім толатындай қылып шығарудың несімен жүрем. Соған ғана мақсатты түрде жұмсалады. Бүкіл миым, санам, бүкіл менің ішкі ойларым барлығы соған бағытталған. Содан шығар бірінші себебі. Жаңағы әлеуметтік желілерге онша көңіл бөлмейтінім. Оғанда өзің білесің, уақыт керек, оны да түсіру керек, оны да монтаждап салу керек. Оған менің жалғыз өзімнің физикалық тұрғыдан жетпеймін. Бір жағынан ойлаймын. Бірақ танымалдығың үшін ол керек емес пе? Ол да бір сылтау шығар, оны бір қолға алып істеу керек шығар. Бірақ негізгі себебі жаңағы шығар. Менің бар ойым жексенбідегі хабарымды сапалы шығару. Соған сәйкес материалдар оқи бастайсың, тілшілерге тапсырма бересің, олармен оны қайта талқылайсың, иә? Мысалға, кей кезде мен алғы сөзімді былай жазам деп ойлап жүрем да, бірақ отырған кезде басқаша жазасың. Бұның барлығы былай қарасаң көзге көрінбейді, бірақ бұның барлығы еңбек. Интеллектуалдық жұмыс. Ой еңбегі. Ол қара жұмыстан мүлде кем емес. Менің бар концентрациям сол телевизиялық хабарға кетіп қалады. Сосын мен саналы адам ретінде түсінемін. Инстаграм парақшаны белсенді жүргізу керек екен. Ол да маған пайдасы тиетін. Бірақ білмеймін, әйтеуір соған келгенде бір қолым жүрмей тұр менің. Сені қандай аудитория көреді олай болса? Жас шамасы? Менің ойымша мені мамандық 30 жастан жоғары адамдар көретін сияқты. Сол ғой, зерттелмейтін жаман дейтінім. Мен болжам бойынша мені 30 жастан жоғары адамдар көретін сияқты. Ер кісілерде, әйел кісілерде екеуінің проценттік шамасы қайсысы көп екенін кей кезде тіпті түсінбеймін. Жұмыс істеп жүрген сондай кісілер. YouTube-тағы комментарийларды қарасам, ол жерден бір нәрсені нақты анықтау қиындау. Әртүрлі болады. Бірақ бір байқағаным, мысалға біз айтамыз ғой, ойын сауыққа жақын адамдар деп. Сол пікірмен мен келіспей бастадым. Солай ма? Неге десең ба? Халықаралық панорама жасаймын. Енді уақыт тығыз, өзіміздің проблемамыз жетеді ғой елдің. Бірақ тоқталып кетем. Кей кезде 1,5-2 минут болады. Сол мен маңызды, мен бұны бермесем болмайды деген әлеуметтік мәселе көтерілген сюжеттен өте көп көріледі. Халықаралық мәселе. Халықаралық панорама. Бұл ненің белгісі олай болса? Міне өзің де кішкентай әлеуметтік зерттеу жасапсың ғой. Ол менің ойымша бағанағы айтып кеткен Украина мәселесі. Халықаралық панорама дегенде мен негізінен сол мәселені берем. Қазақтардың жүрегі ауырып отырады сол мәселеге. Оның бір ұшы біздің елдің болашағы қандай болады деген нәрсеге барып тіреледі ғой сол ішінде. Сол шығар басты себебі. Соны көріп ойладым, жоқ, адамдар біздің ойын сауыққа құмар деген. Әрине, жалпы масса айтып отыр ғой, ол ешкім ол дәлелденген нәрсе, ойын сауық хабарларын көбірек көретіні. Бірақ мүлдем көрмейді, қызықпайды, бәрі бір деген әңгімелердің бәрі өтірік. Райна, сен парламент корреспонденті де болдың? Болдым. Қай жылдар еді? Ол осында көшіп келген жылдар ғой, 2005, 6, 7. Сол кезден бері парламент қалай өзгерді? Мен қазір енді өзім барып бақыламаймын, бірақ үкімет сағаттарында не айтылғандарын бәрін қарап отырамын, маңызды заңдарға байланысты. Аса бір қатты өзгерістер бар деп айта алмаймын, бірақ ол кезде ауызды буу процесі басталды ғой былайна, бүйтіп, ақырындап. Сол кезде бұл жалғыз алаң болатын парламент. Бір нәрселердің деп айтайықшы, өзекті мәселелердің айтылатын жалғыз алаңы болып қалды. Әрине, ол жерде де бір үлкен коррупция, оның түбі кімге барып тірелетін туралы әңгіме болған жоқ әрине, бірақ өзекті мәселелер айтылатын. Бұл қалай деген, мысалға, жорта аңқаусып айтылатын кейбір әңгімелер. Жекешелендіруге байланысты болсын, Шымкенттегі анау
әлі күнге дейін жаның түршігетін оқиға бар ғой, балалардыға ВИЧ жұқтырған. Иә, сондай. Сосын шахтерлардың мәселелері, апаттар жиі болып жататын, мерт болып жататын адамдардың. Сондай әлеуметтік деп айтайықшы, әлеуметтік мәселелер әйтеуір айтылатын бір алаңқай болатын. Анда-санда көріп қалам, медиа мектепте сабақ беріп жүресің. Иә, ол біздің корпорацияның жобасы ғой, балаларға тегін жаңағы тәжірибеден өтіп, жаңағы дәріс алулары. Қандай балалар келеді? Соның аясында. Тілі қандай? Тілі ең басты. Бұл енді өте бір ауыр сұрақ. Енді бәр жерде білікті маман болу керек, бәр жерде құлшынып тұру керек. Қазір заманда тоқтамай оқу керек екен көрінді. Бірақ журналистер басқалардан да көбірек оқу керек адамдар деп ойлаймын. Мен әу баста солай ойлайтынмын, қазір тіпті 2 есе 3 есе солай ойлаймын. Сол жағынан мәселелер бар сияқты. Фундаменталды білім алу мәселелері. Менің естуімше журналистика факультеттерінде әдебиет тарихы онша оқытылмайды екен қазір. Мен соны естіп жағамды ұстадым. Журналистика факультетінен адам филолог болып шықпайды, бірақ ол журналистиканың негізгі тағандарының бірі. Олай болса журналистика емес, филологияға түсу керек қой. Өйткені тіл ғой сенің құралың. Сол ол бір жағы тіл, екінші жағынан бағанада айттық, мына адамның дүние туралы, дүние танымы, дүниенің процестері туралы танымын, пайымын қалыптастыру үшін әдебиет оқиды адам. Әдебиет, мәдениет, ошақтарына барады, фильм көреді, музейге барады. Олар плюстері. Бірақ бірінші әдебиет оқиды. Ескі дәуірдің әдебиетінен бастап қазіргі заманға дейін. Ең болмағанда әр дәуірден бір 2-3 әдебиет біледі. Жалпы адамзаттың дамығанын, жолын білу үшін әдебиетті адам білу керек. Тарих та солай. Бірақ бірінші әдебиет. Соны оқытпайды екен дейсің. Соны оқытпайды екен. Мен мысалға қазір енді Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте білім алдым ғой. Мен түскенде әлі бірақ Казгу болатын, Киров атындағы. Мен оқуға түскен кезімде әлі Совет одағы болды. Одан кейін барып Совет одағы құрады. Айтайын дегенім, мен сол журналистика факультетіндегі алған білімімді кейін сараласам, фундаменталды білімді мен, таған білімді филологияға байланысталдым, әдебиетке байланысталдым. Менің жалпы журналистика, публицистика бойынша да алған жақсы мағлұматым, мәліметім, білімім бар. Мықты мұғалімдерім болды. Бар оларда. Татар баспасөзінен бастап, мысалға. Одан кейінгі Алашпен ауырдық қой бәрімізде. 20 ғасырдың басы, енді бір керемет кезең ғой негізі, тарих үшін алып қарасақ. Мысалға мен бір 3 тағанмен бітірсем, соның бір тағаны тіл мен әдебиет. Ал енді мен былай ойлаймын да, егер тіл мен әдебиет олай оқытылмаса, ақсаңдап шықпай ма бала? Соған таңғаламын. Соны қанып ішпеген студент, журналист студент айтайын. Жалпы сараптама жасауға шорқақ болады. Әрине. Ол тек мына жерде мындай шолақ ойлы. Оқиға болды, бүгін мынандай жиналыс өтті, мұнша ақша бөлініп жатыр екен, сосын мұнша дүние болады дегеннен басқа аса алмайды. Ал бұның арты қоғамды қисық жолға салып жіберуі, ақпаратты дұрыс бермеуі, оның тепе-теңдігін, пікір тепе-теңдігін сақтамауы, аяқында келген кезде журналистика этикаға келіп тіреледі. Ол этиканы неге сақтамайды? Өйткені оның ойы шолақ, ол солай дұрыс деп ойлап отыр. Соңғы мысалға өткендегі Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі оқушыға байланысты оқиға. Ол баланың өзі шығып мәлімдеме жасап, бір өзінің историясын айтты. Бірақ менің таң қалғаным, кәдімгідей ресми ақпарат құралдарда сол баланың суретін шығарды. Ол деген
журналистик этикаға жат нәрсе ғой. Ол бала жарайды, әлі жас бала, ол өзі ұғып тұрған жоқ. Өйтіп бет бейнесін жарқ еткізіп шыққанның дұрыс емес екенін. Сол өз шықты екен деп, соны бәрі жариялап жатыр ғой, ана баланың суретін шығарып. Және өзің білесің, ол кейске байланысты қоғамның пікірі екіге жарылды деген бір жаттан сөз айтпай қойшы, бірақ әртүрлі пікір айтылды. Ол әлі бағамдайтын жаста емес ол бала. Бірақ журналистер біледі ғой. Жарайды, жаңағы біз айтып отырған вау деп жаңағы сенсация қуған блогер сымақтар мүмкін берген шығар, білмеймін енді. Бірақ профессионал журналистер соны беру керек пе еді? Оны бермеу керектігі бесенеден белгілі ғой. Оның аты жөнінде беруге болмайды, оның суретін де беруге болмайды. Жаңа сенің этика дегеннен шығып жатыр ғой. Ал жалпы жаңағы бір әңгімемізді аяқтай қорытындылай салсақ, жалпы болғанды болды деп қана айтып беретін журналистика, ол журналистиканы өлтіріп қоймайды. Ол жалпы қоғам дамуына кері әсер етеді, тежейді. Адамдардың жалпы мына ел азаматтарының деп айтайықшы, жалпы тіпті бар ғой, одан әрі ой қош, не бітіп жатыр дейсің осы мемлекетте деп тек бір ойын-сауық бағдарламасын ғана көруге итермелеуі мүмкін, немесе мүлдем мүлгіп отыруға, апару мүмкін, енжар болып апару мүмкін. Жайна, осындай білімің бар, осындай ойың бар, адамды қажытатын, өйткені шын ғой, енді үлкен сараптамалық бағдарламаны жасағаннан кейін көп оқисың, көп ойланасың, интеллектуалдық еңбек бұл үлкен. Бірақ жаңағы өзің айтқан вау блогер сымақ, вау журналистиканың қасында осындайды біліп отырып, кейде олардың аты шауып бәйге алып жатқан кезде біз өзің керексіз болып қалдың ба деген бір күдік туа ма? Осы кімге керек? Өстіп ойлануым, өстіп тереңге кетуім. Бұлай да өмір сүруге болады ғой, айтып болған нәрсені болды, келді, жатты, тұрды, осындай уақытта пәленше адам деген сияқты. Онда мен емес қой ол мүлдем басқа адам. Осылай жаратылдым дана, осылай қаламын. Рас ойлар адамды қажытады, уайымда жетеді, күдік те көп. Бұлай қарап тұрсаңыз, мен бұны біреу үшін істемейді екенмін. Өзім үшін істейді екенмін. Неге? Өзім үшін істеймін. Маған өйткені ұнайды бұл. Мен өйткені білем, мысалға бір 10 адам тұрса, мүмкін көбейтіп айтып тұрған шығармын, бірақ 3 адам менімен үндес пікірлес екенін. Мен сол 3 адамға жасайтын шығармын бәлкім. Менің мына пікіріме ойың қандай? Қазір журналистер, блогерлер, коммерция ма? Пиар ма? Пропаганда ма? Сенсация құмарлық па? Өйткені мысалға қазір бай адамдардың қатарында, баяғыда біз айтқан кезде, баяғыда емес қой, енді осы қаңтарға дейінгі олигархтар бар, өзі чиновник болып, ар жағында бәленбай компаниясы бар адамы деп білетінбіз. Қазір бір жаңа буржуазия келе жатқан сияқты. Оның құрамында біздің саланың да өкілдері. Тамаша. Сен мысалы осыншама біліміңмен, осыншама тәжірибеңмен байлық жинаған адам емессің. Бірақ халық алдындағы абыройың айтарлықтай. Ең аз айтқаным осы. Осы орайда не айтасың? Жаңағы сен айтып отырған дүниелер, мысалға коммерциялық қыры болсын, тағы не? Пиар, пропаганда. Оның барлығы бар негізі, ол күн күшейе түсуі мүмкін. Бірақ мен соларды ойлап басымды қатырғым келмейді екен. Мен мысалға өзімнің әу бастан балық кезден таңдап алған осы мамандығым бар. Осы мамандыққа менің, білмеймін енді, менің ойымша сарқылмайтын махаббатым бар. Мен соны жаңағы 10 адамның 3-і дұрыс деген пікірінің өзі жеткілікті. Қолдау көрсетсе, сол жеткілікті, және ол да емес, бірақ мен қайталап айтам. Мен өзім деп жынданып быт-шыт демейтін
материал жасасам, ұялмайтын. иә, столдың астына кіріп кетпейтін, өзің денеңді тастап қашып кеткің келмейтін материал жасауға тырысамын. Ол әрине 100% туралы вообще әңгіме жоқ, мүлдем әңгіме жоқ. Ол бір 50+ болса, кей кезде 60-қа барса проценті, одан артық маған білмеймін, ләззат жоқ. Сол менің ләззатым. Ол бүкіл өмірімнің ләззат емес әрине. Менің бірінші бақытым ол отбасым, ұлым, анам, бауырларым, өздерің. Мысалға, иә, ол бір әлем, бірақ мынау да әлем. Жайна, сенің бір сұхбатыңда мен Назарбаевтан сұхбат алар едім дегеніңді естідім. Ол кісіден алып бедің сен сұхбат? Жоқ. Алмадың. Тоқаевтан Сюжеттер алдың. жасағам, иә. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан алдың. Ең бір мемлекетіміздің шешуші сәтінде, ол кісінің де билікке келіп жатқан сәтінде. Қаңтар оқиғасынан кейін ғой. Иә. Біз кадрда болған нәрсені көрдік. А кадр сыртында не қалды? Не сұрап үлгердің кадрға дейін? Ол қандай күйде болды өзіңе жауап беріп жатқан кезде? Сұрақтарың айтпақшы, алдын ала бердің бе сұрақтарды? Дана, бұл нәрсені біз 2030 жылдары әңгіме қылайық. Өйткені мен қазір бір нәрсе айтсам, сан-саққа жүгіртуі мүмкін адамдардың. Тағы да жауапкершілік. Иә, мен ол керек емес, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ол былай қарасаңыз бір көп уақытымызда болған жоқ, енді келді, азыналық амандастық, сөйлестік, отырдық, интервью алдық. Сосын одан кейін бір 5-10 минут сөйлестік. Бірақ менің өзімнің бір байқаған дүниелерімді, мен ойымша қазір биліктің басында отырған адам, және ең жоғары билікте отырған адам, жаңа өзің айтпақшы, сан-саққа жүгіртпеу үшін оны айтудың қазір қажет жоқ сияқты. Сенде осындай жиі болып тұра ма? Қазір айтудың қажеті жоқ, райы келмей тұр деген сияқты. Кейбір бір қоғамдық мәселелер талқыланады ғой, мен сол кездерде әрине әр ситуацияға мен өзім пікірім бар. Мысалы, кей кезде жазғым келеді, соны әлеуметтік желіге айтқым келеді, бірақ білесіз ба? Осылай екеуміз мысалы отырмыз, иә, екеуміз бір-бірімізді көріп отырмыз. Жесттан, қабақтан, қолымызды ұстағанымыздан, жалпы оның үстіне біз екеуміз бір-бірімізді 30 жылдан бері білеміз. Осылай әңгімелескен, сол кезде адамдар көбірек түсінеді бір-бірін. Тіпті екеуміз кей кезде былай жаңа WhatsApp арқылы сөйлескен кезде бір нәрселерді екеуміз бір-бірімізге түсінбей, мына қыз не деп тұр деуіміз мүмкін тіптен. Екеуміз 30 жыл бір-бірімізді біле тұра. Сосын барып, мынау екен ғой дейсің. Ал осылай отырып сөйлескен кезде екеуміз білесің ғой, екеуміз домбыраның қош жегіндей болып кететінімізді. Мен содан қашамын. Мына өстіп отырып, көзбе-көз отырып сөйлесіп әңгімені адам айтпаған кезде әр түрлі жаққа тартылуы мүмкін, басқаша пайымдалып кетуі мүмкін, тағысын тағы. Ол бір жағы, екінші жағынан қоғамда талқыланып, енді талқыланып бастаған, бірақ жоқ, бұл дұрыс емес деген радикалды көзқарастардың басым кездері де бар. Мен мысалға оған қарсы болуым мүмкін іштей, бірақ мен оны айтып опа таппайтын білем. Мен ол жерде айтысып отыратын менің уақытым да жоқ, жүйкемді де жұқартқым келмейді. Сосын уақыты келгенде айтармын деп қоямын. Түсінікті. Ал енді үйде ұлыңмен пікір таластырасың ба? Журналистің баласы немен санасуға мәжбүр болады? Өзімде ұл тәрбиелеп отырмын, ұлдарымыз дос. Иә. Алтайдың бір несі тырнақшаның ішінде деп қойын жаман. Өзім сияқты біріншіден, екіншіден деп сөз таластырады. Иә, өзіңнің мәтіндеріңде жазасың ғой, мұны бір деп қойыңыз деп қойып. Сондайы бар. Ол
WhatsApp'тағы хабарламаға да ерінбей солай жазатын кездері бар. Мысалға екеуміз бір нәрсеге таласып қаламыз ғой, сөз таластырып, келіспей, сол кезде ерінбейді ғой. Бір нүкте қойып тұрып, былай, екіншіден былай. Өзіңді танисың ба? Иә, соны ойлаймын, бұл менен көргенін істейді ғой. Жалпы бала деген шынымен айнамыз ғой бізден көргенін істейді. Сосын ол маған бір жақсы жері айтады, жаңағыдай, иә, саған кім айтты, сенікі ғана дұрыс деп. Олай емес, мен олай ойламаймын деп. Күмән тудырады. Иә. Қазір енді өзің білесің, өздері бір сондай пубертатный кезеңге жүрген балалар ғой. Біресе көл, біресе шөл. Қырсық мінезі бар. Иә. Қиямпыр ұстанатындары, әдейі дұрыс емес нәрсе айтатындары. Бірақ енді бұл да процесс қой, адамның өмірі. Мен оған айтатыным былай. Алтай, жақсы нан тауып жейтін мамандық таңда. Бірақ жақсы көр оны деймін. Текке ғана нан тауып жеу үшін барса, одан түк те шықпайды. Ол мамандыққа деген оның құштарлығы болу керек. Құштарлығы болған кезде, сол кезде супер болады. Мен мысалға баламның журналист болғанын қаламаймын. Өйткені, жаңа өзің де шет жағасын айтып кеттің, оның материалдық жағдайынан қағылады. Ол кезде мен оның үстіне балам білем ғой болмысын. Ол да сондай әділет сүйгіш, сондай бала. Барлығы орнымен әділетті болу керек. Шешілу керек деп тұрады. Ол жаңағыдай журналистиканың да журналистикасы бар, коммерция жағына, пиар жағына барады деп ойламаймын. Ол да сол жанын жағы жіберердей болып, жаңбырдың арасымен жүгіріп жүргенін қаламаймын. Мен оған, енді әрине біз тықпалауға болмайды дейміз, бірақ ақырындап айтамыз, мынаны қалай қарайсың, мынандай мамандықты. Сол дұрыс сияқты, ойланып көр деп. Енді басында тулайтын жоқ деп. Қазір енді бүйтіп ойланып қалатын болған. Енді бірақ көп ұзамай бір мамандықты таңдап, соның жолына ұмтылса деп ойлаймын. Өйткені мен қайталап айтам Дана. Мысалы, сен өзің де журналист болғың келді ғой негізінде. Бірақ жаңағы статьяларың, мақалаларың болмағасын, амал жоқ. Шығармашылық конкурстан өтпейтінімді білдім. Иә, өйткені сен оны білмегенсің ғой. Білмегенмін. Сол сияқты, ал өзің бәрібір құштарлықпен жақсы көрген мамандығыңа келдің, Құдайға шүкір. Соны Алтайға да айтам мен ылғи. Құштарлықпен бір мамандыққа ұмтылу керек. Сол кезде бәрі жақсы болады. Мәселе миллиондап доллар тауып, материалдық не демес. Бірақ сен өзің еркін жүріп тұруың үшін де жақсы ақша табуың керек. Ол дұрыс нәрсе негізі. Мысалы, балаларыңа жақсы білім беру, жақсы сапалы тамақ жеу, саяхаттау деген сияқты. Кітаптың өзі арзан тұрмайды. Мысалы, спорт залға баруда ақша тұрады. Сондықтан жақсы ақша табу керек. Бірақ сол мамандығыңды, кәсібіңді жақсы көруің керек. Рахмет Жайна. 28 маусым журналистика күні, журналистер күні. Біз енді қалай деп ойлайсың, базардан қайтқан адамбыз ба? Жоқ. Қайдағы базарды қайтқан деп айтып отырсың, қызықсың сен. Біз керісінше ақыл ойымыз толысқан, берер шағымыз келген дүние. Анализ жасай алатын, әр нәрселердің парқын білетін, сондай жастамыз. Біз сондай жастамыз.